Не деген еді? Кімнің құрметіне дейсіздер ғой? Менің құрметіне. Қой. Құдай қиын кеп жатыр Неке Асадан. Мына жақта бүгін уах. Немерелерім келіп жатыр. Зәні. Мияқта құдам. Өркентайым. Құдаларға құрмет дейді. Ет асып, бауырсақ пісіріп, нан пісіріп, қолдың айдай қызым ой, молодец жүгіріп жатыр. Құда қалай жеттіңіздер? Жақсы жеттік. Кішкене кешігіп шықтық, бірақ пробка жоқ бұл жерде мынада тез жеттік. Бұйырса қазір кіші құда мен құдағай келеді. Қорыққанбыз, бір сағат жолымыз. Ой, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Аяшқа шаңырақта. Мамашқа дайындалды. Қазір Заңғардың папа мамасы келеді. Сосын бәріміз соламыз ысырғанға. Мама екең мұнағы. Служу, қайын жұрты болады. Келіп тойдан кейін енді ақылдасып ойнап жатыр. Ертең той сережеміз ғой құдағи. Ертең біздің шарақта үлкен той бұйыртса, Нұрекең бүгін 60 жасқа толып жатыр. Айгерам келіп көз айдын болып жатыр. Міне Нұралиім міне. Ақмосиямыз өтіп жатыр. Иә. Мына қара балам, дара балам отыр мына жақта. Айына кайоу, онам Заңғар қызмет жасап жатыр Заңғар. Ата енесі самолеттен түсіп күтіп алып жатыр. Бұйырса қазір тағы да құдалармен бас қосатын боламыз. Нұрекеңнің туған күнін бастап кеттік. Алдын ала. Керемет отырысып жатыр. Құдағи барлықтарыңызға рахмет. Өз құдалығымыз мың жылдық болсын. Өркентай осылай қызмет жасап жүре берсін. Әшкерімізді шалқсырмай. Жақсы боласыңдар. Неке сонау Астанадан кеп жатсыздар, Шымкенттен кеп жатсыздар. Ұзақ жолды қысқарып, әп-сәтпен сұлу етіп. Бәріне рахмет. Енді адамның жақындығы осындай кезде басылады ғой. Қиындық болсын, жақсылық болсын, осы ең бірінші, ең жақындарым келіп, ең жақынымыз болып келіп отырсыздар. Негізі мынау біреумізде ұл, біреумізде қыз болғаннан кейін бір кемедегі адамдармыз ғой. Өйткені ұрпағымыз бірге болғасын, қашанда бірге тілегеннен кейін әйтеуір солардың жаңағы бақыттың арқасында бізде бақыт болып жүре берейік. Содан кейін ғой құдалық мың жылдық дейтін да. Осы ұрпағымыз бірге болғаннан кейін, негізі ұрпағымыз жалғасқаннан кейін біреуінің көзі сізге, біреуінің сөзі бізге деген сияқты ұрпақтарымыз барлығы екеу аяғы ұқсап жүреді ғой. Сол себепті осы ұрпағымыздың қызығын көрейік, үміт артқан ұл-қыздарымыз Алла қаласа біздерді бақытқа жеткізсін. Нағашы апа аталып жүре беріңіздер. Нағашы апа. Жаңа қызық болды құда. Мен анау жүріп келді да, әжесі өтіп кетті, мен отырмын ғой. Сосын, мен сенің әжеңмін деді да. Мен сенің апамын, натуральный апаң мен деді да. Ол нағашы апа дедім да, маған деп қарап тұрды да. Енді апа деп айтуға қорқып тұрасың. Нағашы апа деп Нағашы апа деп қойды, менен қорқып тұрады, апа деп айтуға ше. Сен тілересің балдарыңыз. Ауырмасын. Аман болсын, бағымыз тұрмақ қынайды.